Қиындықта ел бірге, біз батыспен біргеміз атты акциялары Жетісу өңірі Жазиралы Жаркент жерінде қалыс қалдырмады. Бауырының басына қиын іс түссе, басын бұғып отыра алмайтын ел болғанымыздан ба, жанашыр азаматтар тек отырмай, қолдан келгенше қимыл жасауға кірісті. Қазіргі тілмен айтқанда, әлеуметтік желімен әлем қозғалады демекші, алғашқы қадам әлеуметтік желіге жар салумен басталды. Болғандықтан садақамызды жасап, сол елге бір өзіміздің көмегімізді жіберейік. Істі бастай алмаса да іш тартып жүрген халық баршылық екен. Жұтқа ұрынып жүдеп отырған елге көмек қолын созайық деп үндегеніміз сол-ақ еді. Жазиралы өлкенің жомарт жұрты бір ауыздан қолдай кетті. Ұйымдастырушы жігіттермен сол күні хабарласып, шөп жинау асары басталды. Игілікті істен қалыс қалмай, Қазақстан темір жолы Алтынкөл станциясы да өз тарапынан мүмкіндігінше жеңілдіктер қарастырып, өзіндік көмегін ұсынды. 22-23 тамыз пойыз вагондары жүк тиеуге дайын болды. Бастапқыда 10 вагон есептелді. Панфилов ауданының барлық округ ауылдарынан шама-шарқынша шөп тиелген жүк көліктері станцияға ағылып келіп жатты. Көп түкірсе көл деген дана халқымыз. Көл емес, теңіз болатынына да көзіміз жеткендей болды. Жиналған шөп біз ойлағаннан асып түсті. Станция бөліп берген 10 вагон толып, рельске тағы да 6 вагон қойылды. Оларды да аузы мұрнынан шығарып толтырып, өңір халқының жиып берген жылуы тиянақталып, 16 вагон тиелді. Ұйымдастырушы жігіттермен ақылдаса келе, Жаркенттің шөбі Маңғыстау облысы Шетпе ауданына жіберілетін болып келісілді. Балалардың істеріңізде береке бір, қайры Алладан қайтсын. Аспаннан жаудырып, жеден өндіріп, Алланың рахметі пайғамбардың шапағаты болсын. Амин. Қасиетіңнен айналайын қазақ елі. Бір қуаныш, бір қайғыда бас қосқан халықпыз ғой. Елді мекенде болып жатқан осындай апат бұл жерде де болып жатыр. Өзі мұқтаж болып жатса да, аузындағысын жырса да, осы елдегі мекенге кішкене қолғабысын тигіземіз деп. Бір түк берсе де, екі түк берсе де, елдің ниетінен айналайын. Сондықтан да ағайындар, әр шапалақтың аял алақаны болады дейді. Бұл шапалақ биылғы табиғаттың апатымен келіп жатса, ешкім кепіл берген жоқ. Маңғыстау өлкесі әлде көгеріп көктеп өсетін. Сол жақтағы елді мекендегі азаматтарға да елдерге саман болсын дегіміз келеді. Байды да бай демегін дейді. Байға да бір зат жетпейді. Кедейді кедей демегін кедей болып мәңгі өтпейді. Тақырды тақыр демегін дейді. Күн шықса ол да көк дейді. Сабыр етсең ағайын, бәрінде бір алдар ет дейді. Ақиқаттан аттап өте алмаймыз. Бұл істі халық істеп жатқаннан кейін түрлі кереғар әңгімелерде қалыс қалмайды. Ел аманаты ердің мойнына түседі демекші. Жаркент халқы аманатты иесіне тапсыруға өз араларынан азаматтарын сайлап аттандырып жіберді. Міне ассалаумағалейкум ағайын. Алхамдулилля, міне Жаркенттен келген батысқа көмегіміз аман есен келді. 2 қыркүйек күні таңертеңгісін Алтынкөл станциясынан жіберілген көмек бүлінбей сол күні белгіленген станцияға келіп жетті. Бұл жақтың халқы да бастарына түскен қиыншылықты бірге еңсеруге бекініп, белсенді азаматтарын сайлап дайын отыр екен. Қазіргі таңда енді осы жерден бастайық. 10 сапқозы бар, 3 сапқозы бар, жармыш бар, сай өтес бар, жыңғылды бар, шайыр бар, шебір бар, тұшығыдық бар. Сосын бейкі бар, қызам бар, ақшымырау, сосын бекеттер бар, 15-ші бекет, 10-ші бекет. Оларды да осы шаруамен, малмен күнелтіп отқан азаматтар осы Маңғыстау ауданы жалпы. Ең малы көп, сол малмен күнелтісі мал. Сояға үлестіресіздер ғой? Үлестіреміз бұйырса. Енді осы ауыл Шетпеге де үлестіреміз. Халықтан келген аманат халықтың қолына табысталды. Халықтың басына түскен қиыншылыққа байланысты сіздердің мына жер жәннаты жетісудан халықтың аманасын алып келе жатқан азаматтарға көп рахмет. Жетісу халқына рахмет. Біздің бірлігіміз, біздің барлығымыз осы бірлікте. Сондықтан азаматтар мына елдің басына түскенде сіздерден келіп, елдің аманатын алып келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Алла жар болсын. Амин. Еңбектерің еселеп қайтсын. Шетпе өңірі Маңғыстау облысы мал шаруашылығымен айналысатын ең ірі аудан екен. Негізгі шаруашылық көзі түйе, жылқы, қой, қала берді сиыр бар. Былтырғы жазы мен күзі жауынсыз өтіп, қысы қарсыз кетіп, көктемі көксіз келгеннен кейін інгендер мен биелері ақсыз туып, төлдері шетінен қырылыпты.
Халық жауын жауып қалар ма деген үмітпен жазды өткізіп, күзден де күдер үзбей отыр. Егер күзі де құрғақшылықпен өтсе, күйіміз не болар екен деп отырған жәутең көз халықтың жан айқайына да куә болып қайттық. Осы қыста жаңбыр болмауы мүмкін, бізде әлі. Қыс осылай басталып кететін болса, бұл жерде ешқандай мал қалмауы мүмкін. Енді қысымызды тағы кәді, мынау жаңбыр жоқ тағы. Жер қап-қара сірә, көріп отырсың. Білмеймін. Иә, біз де білмейміз не боларын. Жәрдемді тек бір Алладан күтеміз. Десе де, осындайда бауырлық бүйрегін бұрып, ағайынды құшағын жайған Жаркент жұртының пейіліне Маңғыстау халқы дән риза болып қалды. Ер еңбегі еленуі тиіс. Осы игі іске мұрындық болып, қолға алған жазиралы Жаркенттің ел ағаларына, мешіт имамдарына, жалынды жастарына, Алтынкөл станциясына зор алғысымызды білдіреміз.